қыз тағдыры махаббаттан жоғары. Әрбір қыздың опа бермес обалы, әрбір қыздың кеудесінде бір жүрек армандан сап адалдықпен соғады. Талантты әнші Калия «Қыз тағдыры» атты әніне бейнебаян түсірді. Барша аруларға ән арнаған сұлу еліміздегі жалғызбасты аналардың көбейіп бара жатқанына алаңдайды екен. Жаңа бейнебаянда қоғамның осы бір дертін көрсетіп, нәзік жандыларға демеу болғысы келіпті. Назвать ее просто в виде работы я не могу. Видео жұмыс туралы толық айта алмаймын. Біз мұнда «Қыз тағдыры» деген бейнебаянның ғана емес, әлеуметтік жобаның да тұсауын кесіп отырмыз. Қоғамда нәзік жандылар зардап шексе, алданып қалса, баласымен жалғыз қалса, оған қалай көмек бере аламыз? Ол неліктен мұндай күйге түсті? Енді не істеу керек? Біз осы мәселеге баса назар аудардық. Бейнебаян ауыр болғанымен көпшілікке ұнайды деп ойлаймын. Бұл клип бұрынғы клиптерден өзгерек. Расымен әлеуметтік мәселені әнге қосып, оны бейнебаян арқылы қоғамға жеткізу екінің бірінен келе бермесі анық. Әсерлі әннің ырғағына әншінің өзі де елтіп кетсе керек. Әсерінен әлі де арылалмай жүргенін айтты. С режиссером-документалистом и моей близкой подругой. Біз бәрін ойластырдық. Бейнебаянның режиссер-документалисті менің жақын құрбым. Біз өте ұзақ ойландық. Мұндай күрделі мәселені экранға көркемдік тұрғыда қалай беретінімізді көп ойландық. Оңай болған жоқ. Керемет ән, жақсы бейнебаян шықты деп ойлаймыз. Бағасын көрермен бере жатар. «Қыз тағдыры» бейнебаянның тұсаукесеріне қыз-келіншектер, қоғамдық ұйымдар мен әнші Калияның өнердегі дос-жарандары келді. Бәрі де өзекті тақырып екенін айта келе, әншінің қуанышына ортақтасып жатты. Наши девочки, они все мечтают. Біздің қыздар арманшыл, армандайды. Бұл жақсы. Бізді әртістерді, біздің клиптерді үнемі қарап жүреді. Сондықтан да Калияның бүгінгі батыл қадамы өте орынды деп ойлаймын. Біздің қыздарымыздың тағдырына өзіміз жауаптымыз. Бұл мәселеде аналар қыздарымен ашық болуы керек деп ойлаймын. Калияны шын жүректен құттықтаймын. Айта кетейік, көпшілікке енді ғана ұсынылған «Қыз тағдыры» әнінің сөзін белгілі ақын Шөмішбай Сариев жазса, сазын талантты композитор Нұрлан Қаражігітов жазған екен. Әсерлі ән өз тыңдармандарын табарына сенеміз.